Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге өте жеңіл пішілетін көйлекті көрсетемін. Ол үшін мына ширинасы 70 сантиметр матамызды алып, бүктеп аламыз. Бүктеп алғаннан кейін барып, біз уже мойнынан салатын боламыз. Бірінші мойнын саламыз. Мойнымыз біздің 8 сантиметр. Бұлайда бұл мойынның айналасын өлшегеніміз, енді төмен қарай және де 8 түсіреміз. Сөйтіп, бұны бұлай сызып аламыз. Мінекей мойнымыз сызылды. Енді иығын сызып аламыз, иықты бұлай түсіреміз. Біздікі 11-12 сантиметр болады. Мұна арақашықтық 4 болады. Мұна жермен мұнаның арасы. Мінекей мойнын салдық, иығын салдық. Ішлей қиын, еш нәрсесі жоқ. Енді бізге акрус грудь табуымыз керек. Ол осы жерден мына жерге шейін біз 18 сантиметр саламыз. Сөйтіп бұны сызып аламыз. Міне сызып алдық. Сызып алғаннан кейін осы екеуінің ортасын алып, біз бұлай бетіп қараған кезде міне түзу қойдық мерге. Бірақ біз осы жерден 1 сантиметр бере керек алып аламыз. Сөйтеміз да бұны қосамыз. Міне мұнаны төмен қарай 90 градус бұрыш қып қосып аламыз. Қосып алғаннан кейін мұна ара қашықтықтан 2 сантиметрде 2 немесе 3 сантиметрде алып, бұлай жұмырлап сызып аласыздар. Мінекей мойны, иығы, қолтығы шықты. Мұна жер 3 сантиметр болады. Міне жазып қойдым. Енді мұна көкіректің айналасы. Бізде акрус груди дейді. Емшекке 3 қосып, бұны бүктеп бөлеміз. Значит, біздікі 46 болса, 46 размер болса, оған 3-ті қосамыз. Сантиметрдің көмегімен бөліп саламыз. Ол мұна жерге келді. Енді міне мойнын, иығын, қолтығының астын, көкірегін таптық. Енді біз прям осы жерден өлшеп дпсымызды аламыз. Дпсымыз біздің 43 сантиметр. Міне мұна бастан, мұна жерге шейін. Бұны да біз параллельно сызып аламыз. Мінекей. Бұны осы жерге шейін сыза тұрайын, арқарай қажет емес. Енді бізге отыны саламыз. Осы жерге отымыз біздің мына жерге келді. Ол отымыз біздің 39 сантиметр болды. Оны бөліп салдым. Осы жерге келді. Мынаяқтан плюс 3 қосамыз. Түп нұсқаны осылай саламыз. Енді бұны қосып аламыз. Міне, қосып алдық. Мұна арақашықтық 10 сантиметр болады. Міне, 10 сантиметр. Біз осы жерден, 10 сантиметр алған жерден выточканы саламыз. Міне, выточкамыздың ұзындығын өлшеп аламыз. Мұна жақтан өлшейміз. 26 болса, со 26 өшірі келеді. Енді біз бұлай қарай 3 мына жерден түзу бейтіп алып аламыз. Мұна 3 сантиметр болу керек. Қосын қырап алайын. Мәне 3 сантиметр қолтығының астынан да 2 сантиметрден аламыз. Бұл жақтан 2 сантиметрден алынады арақашықтықтар. Мәне осылай сызып алдық. Енді бұл түп нұсқасы болып тұр. Мұна арақашықтықты айтты емес, сіздерге 10 сантиметр деп. Енді біз мұна выточкамызды иық жағына қосып аламыз. 1, 2, 3 сантиметр деймін. Қосып алдық. Қазір біз мұна выточканы жабу арқылы мұна жерден выточка ашамыз. Ол үшін қырқып алуымыз керек. Біз енді мұна жерден қырқып аламыз. Біздің етегіміз бүтін болады. Міне 1 сантиметр запас алдым.
мыналарды ойып тастаймын. Бұяқтан запасамаймыз. Мынау сызығымыз көрініп тұрса болды. Мына алдының ойықтығын өзіңіз қалауыңызша ала бересіз. Алдына түйме қадауға да болады. Міне біз алып алдық. Енді мен сіздерге айтқандай мына бойточканы ашып көрсетемін. Салып. Ол үшін біз мергешен қырқамыз. Мына бойточканы біз алып тастаймыз енді. Міне, жоғарға шейін қырқып аламыз. Қырқып алдық. Мына бойточканы алып тастадым. Енді бізге мына жоғар жақтағы бойточканы ашу үшін мына жерді біз кесіп жауып тастаймыз. Мынаны бұлай қойып қояйын. Міне қазір қалай жабатынын көрсетемін сіздерге. Ол үшін мінекей мына бойточканы алып осылай жауып тастаймыз. Міне. Скоштап қоямын. Ары-бері жыржытып кетпеу үшін. Қараңыз, қандай әдемі болып тұр. Бер шетінде тура солай скоштап аламыз. Міне мынаны да тура солай қойып скоштап қоямыз бұны да. Мінекей көрсеңіздер, осылай болды. Қазір мерге қойып көрейін. Міне қойып көрген кезде бұлай тұреді. Көрдіңіздер, ашылды, я? Енді біз наоборот осы жерді жауып тастаймыз бетіп. Міне жапқан кезде бізде мына жақ қатты ашылды. Міне қарап тұрсаңыз, міне қатты ашылды. Енді біз мына етегіміздің кеңдігін 75 сантиметрдей алуымыз керек. Одан көп асаңыз да болады, аз асаңыз да болады. Енді қарап тұрсаңыз, мынаның бәрін жиямыз. Жиып, мынаның бәрін жиып, біз мына сборкаға тігіп шығамыз. Осылай тігіп шығамыз. Мынаның бәрі жиылып өшірге тігіледі. Сборка маны. Және де бізге осы жері шошайып қалмау үшін біз мына бойточканы бұлай қойып, бұлай қоямыз да, бұл жерді де біраз түсіріңкіреп тігіп аласыздар. Тігу барысы осы, пішуі тура осылай болады. Енді арқасын көрсетемін. Бұны ашып көруге де болады. Ашып көргенде бізде қарап тұрсаңыз, мынау неміз неғып тұр, ашылып тұр. Міне. Осылай алды бүтін болады. 10 сантиметрден 20 сантиметрге шейін. Оны біз жаңағы тікпейміз. Ана бойточка шошайған жерді сәл тігіп тастасаңыздар, болды, оның әдемі болып көрініп тұра береді. Көрдіңіздер, міне арқасын, алдын тура осылай пішеміз. Бұл алды. Неге жазбайын? Алды. Қазір біз артын пішіп көреміз.